Мен Өзбекстаннан келген қазақпын. Мен өзімнің өзбекстандық екенімді ешқашан жасырмағамын. Десе де айналамда өзінің қайдан көшіп келгендігін, қай ауылдың адамы екендігін, немесе өзбекстандық, моңғолиялық екендігін жасыратын көптеген адамдар бар. Бұл дегеніміз өзін өзге ортада кемшін сезінбеу үшін қолданатын олардың құралы. Десе де бұл өз болмысын қабылдамау болып табылады. Жоғарыда келтірілген мысалдағыдай өз болмысынан ұялатын адамдар қатарын көбейтпеу үшін балаларымызда ұлттық мәдениетті қалыптастыруымыз керек. Бүгінгі тақырып ұлттық мәдениетті қалыптастыру жолдары. Бірінші, отбасылық дәстүр. Ата-ана күнделікті өмірде ұлттық мәдениеттің бір элементін қосып отыруы. Мысалыға ұлттық тағамдар, ұлттық мереке, ұлттық тіл, немесе таңертең тұрып гимнді қосып қою, жыр терме тыңдау, батырлар жырын оқыту. Екінші, тілдік тәрбие. Ана тілде сөйлеу, кітап оқу, фильм көру. Үшінші, ұлттық өнер. Би, ұлттық музыка, бейнелеу өнерімен таныстыру. Музейлер мен концерттерге бару, айтыс тыңдау. Төртінші, саяхат. Саяхат дегенде біз шетелдерге барып, жылтыратып, фотоға түсуді ғана ойлаймыз. Ал негізінде мәнді саяхат ол тарихи жерлерге бару болып табылады. Балаларға ұлттық мұраны танып білуге көмектеседі. Мысалыға, Абайды оқытқанда Семейге барып, Абайдың өмір сүрген жерлерін көрсетуге болады. Бесінші, ұлттық мәдениет пен тарихты оқытуға басымдық беретін мектептер мен балабақшаларға баланы беру. Алтыншы, қоғамдық іс-шараларға қатысу. Ұлттық мерекелерді тойлау арқылы балаларға дәстүрлер мен қоғамдық көңіл-күйді сезіндіру. Жетінші, тарихи білім. Балаларды ел болуымызға атсалысқан ірі тұлғалармен таныстыру. Сегізінші, қарттар мектебі, яғни ата-әжесінің тәрбиесі. Тоғызыншы, кітаптар мен ертегілер оқу. Ұлттық аңыздар мен жыр баяндалған кітаптарды балаларға ұсыну. Оныншы, өз-өзін дамыту, балалардың қызығушылығын арттыру. Бұған бір мысал ретінде өзі оқыған аңыздардағы, батырлар жырындағы өзіне ұнаған кейіпкерді сомдату, яғни рөлдік ойындарды ойнау арқылы баланы қызықтыруға болады.